Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін сіздерге өте оңай, үй жағдайында өте дәмді, балаларға өте қатты ұнайтын, өте оңай жасалатын булочканың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, қант, ашытқы, тұз, жұмыртқа, сары май және де жылы су қажет болады. Достар, қажет ингредиенттерді осы видеоның астына описаниеге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ысы суға немесе ысқылтым суға сары майды салып жақсылап араластырамыз. Сары майымызды ыстық суға салғанда ери бастайды. Жақсылап араластырғаннан кейін тұз, қант және де ашытқымызды салып араластырамыз. Бізде дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың үстіне құйып және де жұмыртқамызды қосып қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр болу керек. Дайын болған қамырымыздың бетіне өсімдік майын кішкене жағып, демалдырып, бетін жауып, тұндырып қоямыз. Бір сағат, бір жарым сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай болып көтеріледі. Қамыр жұмсақ болғаннан кейін қолымызға жабыспас үшін өсімдік майын осылай қолданып қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Енді қамырымызды салатын противенімізді майлап, дайындап қоямыз. Содан соң біздің қамырымыздан әртүрлі формалар жасаймыз. Негізінде ешқандай начинкасыз осылай өзінде пісіруге болады. Осылай форма жасап, немесе мен глазурь, шоколадный глазурь салып, ішіне шоколадтар салып, осылай жасайтын боламын. Достар, егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.
Қамырымызды әртүрлі форма жасап алғаннан кейін тағы да демалдырып, бетін жауып, тұндырып қоямыз. Қамырдың бетіне, булочкамыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын және де кішкене сүт қосып, бетіне жағып пісіретін боламыз. Жарты сағаттай тұрғаннан кейін біздің қамырымыз тағы да үлкен болып көтеріледі. Енді дайындап қойған жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған печкамызда 20-25 минутта пісіріп аламыз. Достар, біздің булочкамыз дайын. Осындай ортасында шоколад еріп, өте томпиып, әдемі болып піскен булочкаларымыз дайын. Достар, міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте әдемі шығады. Достар, менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар.